Асыл арна эфирінде Алаштың астанасы. Ассаламағалейкум ағайын. Алланың сіздерге рахымы мен берекесі болсын. Елорданың айтулы ақпараттарымен таныстыратын хабарымызды бастаймыз. Сіздермен бірге мен Данияр Зебекұлы. Сонымен бүгін көретіндеріңіз. Азат елдің астанасында жаңа қалыпта қазақ құрылтайы өтті. Бірыңғай ұлттық тестілеудің биылғы жаңалығы қандай? Республикалық қарилар орталығының тыныс-тіршілігі қала және иман айдарында. Елордада өтетін дүниежүзілік ислам экономикалық форумда қандай тақырыптар көтерілмек? Ата-қоныс туған жерде Алаштың астанасында әлемнің әр түкпірінен келген қазақтар құрылтайда бас қосты. Туған жерден жырақта жүрсе де жүрегі қазақ деп соғатын қандастарымыз елорда төрінде ұлттың кемелді келешегін талқылады. Толығырақ келесі сюжетте. Астанадағы Тәуелсіздік сарайында қауымдастық төралқасының төрағасы Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың қатысуымен өткен дүниежүзі қазақтарының 4-ші құрылтайына әлемнің 35 мемлекетінен 380 делегат, сондай-ақ Алматы мен Астана қалаларынан, еліміздің өңірлерінен 300-ден астам өкіл қатысты. 700-ге жуық құрылтай қатысушыларының құрамында шығармашылық, ғылым, педагогика, зияткерлік, бизнес, спорт саласынан, мемлекеттік және қоғамдық ұйымдардың бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері бар. Ал негізгі делегаттардың 60%-ын жастар құрайды. Бұл да бір ерекше көрініс болып отыр. Құрылтайда алғашқы болып сөз алған Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы тәуелсіз қазақ елінің жеткен жетістіктерін тілге тиек етіп, қандастарымызға жылы лебізін білдірді. Қадірлі қауым, алыстан ат сауылтып жеткен ағайын. Естеріңізде болса, 1992 жылғы тұңғыш құрылтайға қатысқан қонақтар Қазақстанның гүлденіп көркейгеніне таяу жылдары куә болар деп айтып едім. Сондағы тілегім жаратқанға жеткендей айтқаным келіп, Қазақстан аз уақытта әлемге танылған айдынды ел болды. Экономикасы қуатты, саясаты тұрақты, жері дәулетті, елі сәулетті мемлекет ретінде ірге орнатылды. Бүгінде әлемнің әр қиырындағы 40 шақты мемлекетте 5 миллионға жуық қазақтар өмір сүреді. Отандастарымыздың 1 миллионнан астамы Ресейде өмір сүріп жатса, Өзбекстан елінде 1,5 миллион қазақ бар. Дәл осыншама қазақ Қытайда ғұмыр кешуде. Моңғолия, Иран, Ауғанстан елдерінде де мыңдаған қандастарымыз бар. Ресми мәліметтер бойынша соңғы 20 жылда тарихи отанына 1 миллиондай қазақ көшіп келген. Мұндай бақытқа ие болудың басты себебі тәуелсіздігіміз екені сөзсіз. Сондықтан да тәуелсіздіктің қадірін түсініп, бағалай білейік, деді президент Нұрсұлтан Әбішұлы. Баршаңыз білесіздер, бүгін жер жүзінде мыңдаған ұлттар ғұмыр кешуде. Алайда өзінің тәуелсіздік мемлекетін құру олардың бәріне бірдей бұйырмаған. Алып планетадан туын тігер алақандай төбе таба алмай жүрген халықтар қаншама. Олардың арасында саны жағынан қазақты сан орап кететіндер де бар. Бақ бағалағанның басында тұрады дейді. Сондықтан біз басымызға қонған бақты бағалай білейік ағайын. Аталарымыздың сан ғасырлық аңсары болған тәуелсіздікті көздің қарашығындай сақтап, оны нығайта беруіміз қажет. Ат қазығын байлар атамекенге 20 жыл ішінде 300 мыңға жақын отбасы көшіп келді. Осылайша ел халқының саны 1 миллионнан артық қандастарымызбен толықты. 5 жылда бір рет өткізіліп тұратын әлем қазақтарының құрылтайы еліміздің саяси қоғамдық өміріндегі маңызды оқиға саналады. Қазақстан президентінің жарлығымен еліміз тәуелсіздігінің 20 жылдығы жылы болып жарияланған 2011 жылы бұл құрылтайдың ерекше маңызға ие болатыны сөзсіз. Мемлекет атамекенімізге ат басын бұрған қандастарымыздың жағдайына ерекше көңіл бөлу қажеттігін елбасы айрықша атап өтті. Құрметті қандастар, биыл тәуелсіздікпен бірге атамекенге ат басын бұрған ұлы көшке де 20 жыл болды. Бүгінгі құрылтай осындай мерейлі белеспен тұспа-тұс келіп отыр. Сондықтан биылғыдай баталы жылы біздің бастамаларымыз жемісті болуға тиіс. Бүгінгі алқалы жиында қандастарымызға қолдау көрсетіп,
қамқорлық жасаудың нақты жолдарын айқындап алуымыз керек. Сондықтан алдағы мақсат міндеттерді бірлесіп белгілеп алғанымыз жөн. Біріншіден, парламентте халықтың көші-қоны туралы заң жобасы қаралуда. Кеңінен талқыланып қабылданатын жаңа заң қандастарымыздың жағдайын жақсартуға септігін тигізеді деп есептеймін. Қазақтың басынан өткен сан қилы тағдыр алаштықтарды талай белді асырған. Тарыдай шашылған қазақ тәуелсіздік түндігі түрілгенде ата жұртқа асықты. Шетте шерменде жүрген қандастарымыз Қазақстанға қоныс аударды. Алғашқыдай арындап тұрмаса да көш әлі тоқтаған жоқ. Ал әлі де ата жұрттан алыста өмір сүріп жатқан қазақ балаларының өзіндік мәселелері де жоқ емес. Олардың қай-қайсысы болмасын, қарны ашып емес, тілі мен дінінен, салт дәстүрінен айырылып қаламыз ба деп дабыл қағады. Тәуелсіздіктен бері Моңғолиядағы қазақтардың мұнда келіп қайтуына, мұнда көшуіне, жаңағы рухани жағынан да, материалдық жағынан да Қазақстан мемлекетімен еркін араласу, мысалы 2008 жылы екі мемлекет аралық келісімшартқа қол қойылған екі президент тұсында. Сондықтан бері біздің Моңғолия өкіметі менен Қазақстан өкіметінің бір-біріне деген қарым-қатынасы нығая түсуде. Нағыз көшпенді мәдениет Моңғолия қазақтарында бар деп айталам. Ал енді өркениеттен де қалған жоқ. Бұрынғы салт дәстүр, әдет ғұрпы, тілі мен діні де қазіргі таңда сақталып тұр деп айталам. Biz осында Türkiye'дегі туыстардың сәлемін ала келдік. Bizim oyumuzша шетел қазақтарының проблемалары көп. Жаңа елбасымыз айтты. Шетелдер қауымдастығы берген интервью айтты, көш тоқтап қалған. Басқа да проблемалар бар. Бүгінгі bizim басты проблемамыз ұлттық тіл, дәстүр жоғалып бара жатыр. Енді Түркия халқынан біз жәбір көріп жатқан жоқпыз. Ризамыз, бауырлас халық, бірақ bizim өзіміз ерекшеліктеріміз бар. Өзіміздің тіліміз бар, салт дәстүріміз бар. Жастарымыз өкінішке орай қазақ тілін білмей өсіп келе жатыр. Қалай дегенмен де шетте жүрген әр қазақтың тілін, дінін сақтауға келгенде ерекше ықылас танытатындығын көріп қуандық. Атап айтсақ, бүкіл Дания бойынша 50 ғана қазақ бар. Басым көпшілігі жастар. Қазақ жерінен арнайы келіп жар таңдап, қазақшаға барын салып тілін сындырып жүрген жанның бірі Нұр Арман. Біз о жақта бәріміз оқып жүргенміз. Өзім университетте экономиканың магистратурасын оқып, жұмысқа тұрғанмын. Сол бәрі жастар сол оқу менен, ғылым менен тек қана жүргізіп жүрміз. Мәдениет әрине, бірінші мәдениет қазақшылық, мәдениетті және мықты біліп алу, мықты сақтау. Біздің проблема Еуропадағы жүрген жастар, олар мәдениет туралы екі аяқта тұр ғой қазір. Бір аяғы европейский, датский болады, ана аяғы қазақшылыққа тартқысы келеді. Соны енді осы жастар қазақшылықты ұмытмау үшін осыны құрылтай бізге өте жақсы. Шеттегі қандастарымыздың алдынан шығатын көптеген мәселелерді шешу жолын айқындап, жастардың атамекенге келуіне жол ашатын жоғарғы оқу орындарына түсетін гранттар санын көбейту жөнінде елбасы білім және ғылым министрлігіне тапсырма берді. Әр қиырда жүрген қазақтың білімді жастарын елге қызмет етуге шақырды. Шеттегі бауырларымыздың табанына кірген шөңке біздің жан жүрегімізді де сыздатуы қажет. Халқымызда елдің бәрі жақсы, өз елің бәрінің де жақсы деген ұлағатты сөз бар. Сондықтан қай қиырда жүрсек те, Қазақстан ұғымы біздің жүрегіміздің түкпірінде сақталуы тиіс. Туған елге табан тіремін, көшіп келемін деушілерге қашанда есігіміз ашық екенін мен тағы да қайталап айтамын. Жиырма 25 мамыр күні Қазақстандағы барлығы 7556 мектепте дәстүрлі қоштасу жиын өтті. Яғни мектеп оқушылары 3 айлық демалысқа шықты. 160.201 оқушы биылғы түлек атанып, мектеп партасымен бір жалата қос жасты. Оларды алда ұлттық бірыңғай тестілеу мен өмірдің үлкен белестері күтіп тұр. Еліміздің түкпір-түкпіріндегі 7556 мектепте өткен қоштасу жиындары оқушылардың келесі сатыға көтерілгенін айқындайтын дәстүрлі шара. Соның бірі өткен оқу жылы оқушыларға есігін айқара ашқан Елордадағы номер 60-шы қазақ мектеп лицейі. Шіркін бір күн елбасы
Мектебіме келсе ғой, балам жақсы оқы деп ақ батасын берсе ғой. Менен бұрын мектепке атам әжем жиналған. Бірінші сынып дегенім қиын екен шынында. Бұл жиын кеше ғана білім ошағын аттаған оқушылардың бір бөлігі үшін мектеп қабырғасындағы алғашқы дәстүрлі жиын болса, ендігі 160.201 оқушыға алтын ұямен қоштасу сәті. Оларды алда сындарлы сынақ сәті тосып тұр. Мектеп бітірушілерге жоғары білім ордаларына жолдама беріп, жол сілтейтін ұлттық бірыңғай тест сынағы бірнеше күннен соң басталады. 11 жыл жинаған білімін ұлттық тест сынағына салуға биылғы түлектердің 129.471 немесе 81% қаламын ұштап сақадай сай тұр екен. Жыл сайын жаңалығымен толығып отыратын ұбт-ға қатысуға ниет етіп отырған бітірушілердің саны былтырғыдан 3%-ға жоғары. Осымен 8-ші рет өткелі отырған ұлттық тестілеу бүгінгі күнге дейін миллионнан астам оқушының тағдырына себепкер болыпты. Сонымен қоса түлектердің көпшілігі 4-ші пән ретінде физика, химия пәндерін таңдап, техникалық мамандық иесі атануға ниет етушілер саны да артып отыр. Биылғы жылғы мектеп бітірушілер үшін мемлекеттік грантқа тапсыру немесе ақылы түрде оқу үшін 50 балдан жоғары алу керек, ал жалпы медицина деген мамандыққа 55 балдан жоғары алу керек. Мемлекеттік құпия саналатын ұлттық бірыңғай тест сұрақтары бойынша математика, химия және физикадан өзге пәндердің тест тапсырмаларына біршама өзгерістер енгізілген. Тест тапсырмаларындағы сұрақтар қиындық деңгейі бойынша 3-ке бөлінсе, соның бірінші қиындық деңгейіндегі сұрақтар 9-дан 6-ға қысқарған. Екінші қиындық деңгейіндегі тест тапсырмаларының саны 10-нан 13-ке дейін көбейді. Үшінші деңгей тапсырмалар өзгеріссіз қалып отыр. Жыл сайын жетіліп отыратын жүйенің бұдан да өзге жаңалықтары бар. Жаңалық кіргені ол әрбір түлекке, мектеп бітірушіге деген өз жауапкершілігін, өзін осы ережеге сай ұстау жаңағы қатаң белгіленіп отыр. Егер де ол берілген аудиторияда орнын ауыстырса, немесе жаңағы ұялы телефонмен хабарласып ережені бұзса, ол сол аудиториядан шығарылады. Және сол функция министрлік өкіліне берілген. Бұл бұрын мемлекеттік комиссияның функциясына жүктелген еді. Ал мемлекеттік комиссия сол барған жердегі бүкіл ұйымдастыру жұмысын, бітірушілердің аудиторияға кіруін және сондағы бүкіл техникалық басқа да жағдайларын қарастыру жүктелген. Білім және ғылым министрлігі ұлттық тест тапсыру барысында жыл сайын қайталанатын келеңсіз жайттардың алдын алу үшін биыл қатаң бақылау әрекетіне барып отыр. Бітірушілер ұбт тапсыратын барлық 154 пунктте телесигнал, яғни қалта телефонның қызметін ың-тыңсыз мүлдем өшіріп тастайтын қондырғы орнатылады. Енді қандай да бір қулық жасап аудиторияға қалта телефонын кіргізе алғанның өзінде де абонент байланыс аясынан тыс жерде болады. Бұл қондырғы тасада отырып SMS арқылы тест тапсырмаларына жауап жазғыш ақылды бастарды құрықтап, шарасыз етуі тиіс. Тағы бір жаңалық, егер тест тапсыру залдарындағы қызметкерлер заңды бұзу арқылы түрлі себептермен тестенушіге бүйрегі бұрып қол ұшын бере қалса, қатаң жазаланып, жергілікті мемлекеттік комиссия жетекшілері жауапкершілікке тартылады. Министрлік жетекшілерінің мәлімдеуінше, жаңа өзгерістер әлеуметтік әділеттілік пен заңсыздықтың алдын алу шаралары. Қазақ тілі бойынша 21 мен 25 балды алса, ол 5 деген бағаға сәйкестенеді. Ал енді математикада ол 20 мен 25 бал арасында, физика, химия бойынша, ал биология, география бойынша және қазақ әдебиеті, орыс әдебиеті 21 мен 25. Ал енді қазақ тілі орыс мектептері үшін және орыс тілі қазақ мектептері үшін ол 18 мен 25 арасында деп жаңағы шкаланы қойған. Сол шкаладан егер бал алса, ол 5-ке сәйкес және өзінің алтын белгісін дәлелдейді. Бірыңғай ұлттық тест тапсыру 4-10 маусым аралығында жер-жердегі оқу орындарының ғимараттарында ұйымдастырылады. Ал елордадағы жалпы жиыны 81 мектеп, лицей, гимназияларында бітірген 3650 түлекте Астана жоғары оқу орындарының базасында өтетін ұлттық тестілеу сынағына сақадай сай отыр. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бір жыл бұрын Астана іргесінде қарияларды дайындайтын республикалық орталық ашылған болатын. Бүгінде Құран хафиздерінің білімін шыңдайтын орталық іргелі діни оқу ордасына айналды. Елдегі барлық мектептерде оқу жылы аяқталып, оқушылар жаздық демалысқа шыққан уақытта бұл дәрісханадағы шәкірттер ораза айына дейін партадан алыстамайды.
Мектеп қабырғасындағы оқушылар жазғы демалыста білімін арттыруды ниет етсе, үлкен жастағылар ораза айына дейін жаттайтын сүрелердің санын арттыруды жоспарлап отыр. Астана іргесіндегі жалғыз республикалық қарилар дайындау орталығы өткен жылы бас муфти Әбсаттар Қажы Дербісәлінің қатысуымен ресми ашылған болатын. Жатын жері жайлы, ас суы тегін орталықта елдің әр түкпірінен келген 42 шәкірт Құран жаттап қарилыққа дайындалуда. Қарилар орталығы мектептегі үлгерімі озат, Құранды кемінде бір рет жаттаған шәкірттерден құралған. Құранды жаттаған болу керек негізі. Құранды толық жаттап келсе, бір рет болса да Құранды түсірген болу керек та. Содан кейін бар, біз ары қарай ижазаға оқытамыз. Ижаза деген ол сәнат дейді. Пайғамбарымыздан бері келе жатқан мынау шежіре, былайша айтқанда. Менің ұстазым пәленше, менің ұстазым пәленше, оның ұстазы пәленше, сөйтіп барып ол пайғамбарымызға тақалады. Сол сияқты сол шежіре бойынша бұл жерде оқытылады. Діни орталықтарының шәкірттеріне білімді ұстаздар мен 7 қырағаттағы қарилар дәріс өтеді. Діни басқарманың мұрындық болуымен Мысыр елінен 10 қырағаттағы изажасы бар қари ұстазды шақыруға келісім шаралары жүргізіліп жатыр екен. Құран жаттап жатқан шәкірттер қажетті материалдық техникалық базамен барынша қамтамасыз етілген. Құранды жаттайтын программалар бар. Ішінде жаңағы қайтарып қоятын. Соны қиналған бала соны ашып Құран оқуға егерде тілі келмей жаңағында қиналатын болса, өте көп көмек береді екен. Жаңағы программаны қосып, қайта наушникпен тыңдайды. Сол кезде балаға жаттауына өте жеңіл болады. Басы қатты, аяқ тәтті болады. Енді сонда басына бараз қиналдық, 10 пара жаттағанда, 15 пара жаттағанша. Одан кейін біраз жеңілдеу болды. 3 бет, 4 бет, 5 беттен көше бастады. Серік бауырымыз қарилар орталығына келіп аз уақытта Құранды толығымен жаттаған қарилардың бірі. Жаратқан жәрдем беріп, ынталы ықыласы мен салиқалы амал арқылы Құранды толық жаттаған жігіттердің қатары көп мұнда. Жылдың ішінде Құранды бір жаттап шыққан жігітті айттым. Сол сияқты да балдар бар, әрекет жасам. Кейбір балдар бар, көп әрекет жасайды. Әрекеті жақсы. Енді әрекет еткенге берекет дейді. Ондай балдар әрине бәрібір алады. Кейбір балдар бар. Күшіне сенеді, бұны жаттап алам ғой дейді де жүре береді. Мен оны көп тәжірибемді көргенмін. Ондай балдар көбінесе жаттай алмай қалады. Алланың разылығы үшін жастайынан 2 дүниеге азық болар біліммен сустап, Құран жаттап жүрген шәкірттердің ең кішісі 10 жаста. Тәлім алып жүрген жас қарилардың қабілет қарымы әртүрлі. Бірі күніне қасиетті Құранның 1-2 бетін жаттаса, енді бір ұстаздарына күніне 4-5 беттен жатқайтып, Құран сырына терең бойлайды. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر Программа бойынша негізі барлық пәндер бар. Бірақ енді мына біздікі Құран орталық болғаннан кейін, Құран жаттау орталық болғаннан кейін, Құран жаттауға өте көп уақыт кетеді. Хадис бар, ақида, фиқ бар, сол сабақтар, тәжвид, тәфсир, сол сабақтар кіреді, бірақ олар енді қазірше өте аз. Себебі Құран жаттауға біз көп уақытты соған беріп жатырмыз. Қариларды дайындау орталығы Сарыарқа даласында еліміздің қақ ортасында ашылуында да үлкен мән бар. Мақсат солтүстік пен орталық Қазақстан аймағы жастарының терең діни білім алуына мүмкіндік ашу. Алла қаласа өңірдегі мұсылман жамағатына қызмет ететін қариларды дайындауды көздейді. Құрметті шәкірттер, қазір жарты сағатқа түскі асқа тағамдануға шығамыз. Жүріңіздер, тұрыңыздар. Түстік ас күндегі тәртіп бойынша сағат 4-те беріледі. Асханадағы бүгінгі кезекші шәкірттер келгенше дастархан үстін әзірлеп қойған. Мұсылман бауырлар асқа қасық салмас бұрын алдымен Аллаға мадақ айтады. Аллахумма барик лана фихи ва ат'имна хайран минх. Аллахумма барик лана
Allah'ım bu tamakka bereke ver, jana budan da жақсы nasip et. Azanda sarma birimiz kaşe, günde kaşe, mani kaşe, greçke, Gerkules, sonday kaşalı болады. Poldunikке Navruz koja beriladi, pеченье, konfet beriladi. Bir kunda обедте palovga 7 kilo мясо и 10 kilo guruch, 10 kilo sabz, kuchli tamoq жасау kerakda. Erkeklar добавкасымен жейді. Түстік астан кейін аздап тыныққан қарилар кітапханада өздерінше ізденіп, немесе жекелей дайындықтарын қайта жалғастырады. Сапарбек Қайназар да жаттаған Құран сүрелерінің мән-мағынасын терең біліп, сауатын арттыру үшін кітапханаға бас сұқты. Қазір 8 парадай болып қалды. Оразаға дейін 10 пара бітірсем ба деген ниетім бар. Соны алға жоспарлап, жақсылап оқу. Сапарбек өзге шәкірттер секілді қарилар орталығына жақын орналасқан мектепте оқиды. Мектептегі оқу үлгерімі де қуантады. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك ونحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Бұл жерде балалар әрқайсысын жаңадан келсін, бұрыннан оқысын, олар өздеріне тарта біледі. Олар тез өздеріне үйретіп, және дос болып, солай үйренген балалар. Бұл жерде балаларға өте риза. Ассаламу алейкум. Отырыңдар. Сәтуқас ұстаздың шәкірттері жақында ғана облыс және Астана қаласы қарилар арасында өткен Құран жарысынан оза шапты. Алматыда өтетін республикалық қарилар сайысына қатысуға жолдаманы ұтып алған 8 шәкірті сапарға шыққалы отыр. Ең бірінші дайындық күнделікті қайталау, сабақтарыңды иншалла ұмытпау. Одан кейін ол жерде шыққаннан кейін психологиялық дайындық керек дейді. Ол бір Аллаға сыйыну. Бір Аллаға сыйынып, бір Алладан тілеп, біздің енді мұсылмандардың психологиялық дайындығы сол. Бір Аллаға сыйыну керек, бір Алладан ғана жәрдем тілеу керек. Содан кейін барып шын ықыласпен оқисыңдар иншалла. Қарилар орталығының ұстаздары жыл бойы жиған білімін сынап, жарысқа түскелі отырған шәкірттерінің табыстарына дән риза. Онда келесі сабақтарға бара береміз. Пайғамбарымыз Мұхаммед, Алланың оған игілігімен сәлем болсын, өз хадисінде сендердің ең жақсыларын Құранды үйреніп және өзгеге үйреткендер деген болатын. Сүннетке сай амал жасап, қасиетті Құранды толық жаттаған серік бауырымыз ұстаздар үміт күтетін қарилардың бірі. Әрине, қарилардың дәрежесі бұл ең жоғары болады. Бұл дүниеде де және ақыретте де. Енді әрбір оқыған сайын қиналып оқысаң, 2 сауап, қиналмай оқысаң 1 сауап дейді. Енді сол сияқты әрбір тамғасына 10 сауаптан жазылады. Әрбір тамғасына 10 сауаптан жазылады. Және дағы ақырет күні дейді, Аллах Тағала дейді, сол қарының ата-енесіне дейді тәжі сыйлайды дейді. Ол тәжінің нұры дейді, айдың нұрынан да жарық дейді, күннің нұрынан да жарық дейді. Білім инемен құдық қазғандай, Құран үйрену ерекше ықыласты және жүйелі әрекет талап етеді. Сондықтан қарилар орталығында шәкірттерге қатаң тәртіп қойылған. Мұнда көп функциялы ұялы телефондар ұстауға тыйым салынған. Ата-анамен хабарласып, жақындарға телефон соғу үшін қарапайым ұялы телефон ұсынылған. Және теледидардың алдында да көп отыруға болмайды. Ойын қажетсіз информациямен толтырады. Информация көп сыйған сайын баланың көңілі бұзылады. Біріншіден. Одан кейін қазір мына балдарда агент деген нәрсе бар. Ол агентте жаңағы бірін-бірімен сөйлесумен, басқамен балдардың уақыттары кетеді. Компьютерімізде бізде басқа бір артықша нәрсе жоқ. Тек қана жаңағы Құран программасы, сондай Құран. Одан кейін біздің және де телевизор деген біз өте қиын. Өйткені әртүрлі жаңағы киноларды көрсетеді, әртүрлі нәрселер көрсетеді. Сол үшін баланың миына әсер ететін де сол. Анда-санда сол жаңағы асыларданы, жаңалықтарды балдар көреді.
Кешкі сабақ екінді намазына дейін жалғасады. Азан дауысын естіген жас қариялар имам ұстаздарын айып, намаз оқымаққа сапқа тұрды. Шәкірттердің алаңда демалып бой жазатын уақыты екінді мен ақшам намазының арасы. Бірі белтемірде күш сынаста, өзгелері футбол алаңында доп теуіп спортпен шұғылданады. Сонымен қоса аулада ағаштарды баптап, топырағын қопсуды да естен шығармайды. Арнайы жұмысшылар жоқ өзіміздің еді. Жатып, осы жерде тамақ жеп жүрген тұрған соң, өзіміздің істеуімізге міндетті ойлаймыз енді. Әркім өзінің үйін істейді, сол сияқты біз де осы жерде өзіміздің үйіміз ретінде есептейміз, екінші үйіміз. Сол үшін осы жерде тазалауымыз керек деп ойлаймыз. Денені де сергіту үшін кішкене осындай шаруашылық жұмыстарға атсалыстыруға ұстаздарымыз бөліп тұрады бізді. Сол үшін доп теуіп жатырмыз мысалы. Соның бәрі денсаулыққа жақсы деп ойлаймын өзім. Алла нәсіп етсе, республикалық қарияларды дайындау орталығы өзге өңірлерде де Құран хафиздерін оқытатын филиалдарын ашуды мақсат етіп отыр. Астана ТМД шеңберінде алғаш рет өткелі отырған маңызды халықаралық жиынға әзірлік үстінде. Маусымның 7 мен 9 аралығында елордада өтетін дүниежүзілік ислам экономикалық форумына 2500-ден аса қонақ қатыспақ. Ислам Давосы деп аталатын экономикалық форумға әзірлігіміз қандай? Толығырақ келесі сюжетте. Дүниежүзі ислам экономикалық форумына ислам конференциясы ұйымына мүше мемлекеттерден қонақтар келеді. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінің берген мәліметі бойынша бұған 22 үкімет басшысы шақырылып отыр. Жоспар бойынша дүниежүзілік ислам экономик қорының өзінің біраз қонақтары болады. Олармен өздерімен келетін және біз өзіміздің үкімет тарапынан шақырып отқан қонақтарымыз болады. Сонымен шетелден келетін 1,500 қонақ келуі мүмкін иншалла. Қазіргі уақыттың өзінде бір 35 елдің өкілдері келуге дайын. Индустрия және жаңа технологиялар министрлігінен құрылған арнайы комитет қонақтарды күтіп алу жұмысымен айналысатын болады. Келетін қонақтардың жалпы саны 2,5 мыңға жетіп отыр. Тәуелсіздік сарайында жұмыс істейтін 200-ден аса қызметкер үшін бұл қонақтарды күту таңсық жағдай емес. Өзіңіз көріп тұрғандай іші өте жайлы, әдемі, мүмкіншіліктері өте зор. Мысалы деген техника жағынан айтсақ та, осы ғимараттың ішінде өткізілетін іс-шаралардың бәрі де биік деңгейде өткізіліп жатыр. Сарай қызметкерлерінің айтуынша бұл жерде кем дегенде айына 2 рет мемлекеттік маңызды іс-шара өтіп тұрады. Ауданы 4474 шаршы метр болатын осы залға 2,5 мың адам еркін сыйып кетеді. Керекті техникамен жабдықталуы да ойдағыдай. Осындай отырыстан кейін адам екінші этажға көтеріліп демалуы мүмкін. Екінші этажда кафе бар. Асхана 678 адамға қызмет көрсете алады. Қонақтарды халал аспен қамту жағы да қарастырылған. Сондықтан ұйымдастырушылар бұл істе тәжірибелі болып алған. 2 жыл бойы Астана экономик форумының өзінде ислам экономика, ислам банкинг жөнінде біраз жұмыстар өткізілді. Соның өзінде біз Егеменді сарайында намаз оқитын жерін ұйымдастырып, және халал тамағын ұйымдастыруға біраз жұмыс атқарылған. Арнайы намаз оқитын бөлмелер 3-ші қабатта орналасқан. Қатысатын адамдардың бәрі де мұсылман елдерінен. Сондықтан әрине соншама келетін адамдарға мүмкіншілік жасау бізге міндет. Олардың ең бірінші талабы жаңа осы ғимараттың ішінде келген адамдар намазын қалай оқиды. Қаншама адам келсе де бәріне де намаз оқитындай, дәрет алатындай мүмкіншілік болады. Еліміздің тарихы мен салт дәстүрінен сыр шертетін мұражайда келушілерге есігі ашық. Ұйымдастырушылар маусым басында Астанада өтетін ислам экономикалық форумның меймандарын қабылдауға әзір. Алаштың астанасы бүгінгі шығарылымын осы сөзбен тамамдайды. Келесі жексенбіде қайта жүздескенше жамағат. Алла жүрекке иман, іске береке берсін. Алланың сіздерге сәлем болғай.